Мысық қорғаған қазына. 1978 жылы бір топ геолог Жетісу өңіріндегі тау бөктерінде зерттеу жұмыстарын жүргізіп жүрді. Бұл аймақтың бай табиғи ресурстармен қатар көптеген аңыздары да бар болатын. Сол аңыздардың бірі мысықтың қазынасы туралы еді. Ауыл қариялары тау етегіндегі ескі тасты үйінді астында мол қазына жатқанын, бірақ оны қорғаушы үрейлі қара мысық бар екенін жиі айтатын. Жастар мұны ертегіге баласа, кейбіреулері тіпті бұл жерге жақындауға қорқатын. Геологтар аңыздарға сенбеді. Олар жұмыстары барысында тау етегіндегі тасты үйіндінің астынан бір түрлі дыбыстар естіді. Терең зерттей келе, олар үйіндінің астында жасырылған жертөлені тапты. Үйінділерді аршып, есікті бұзып кіргенде, олардың көзіне шағын бөлмеде тұрған ескі қазына сандығы шалынды. Сандық ескі ағаштан жасалған, беті шіріп кеткен, бірақ ішінде әлі де алтын тиындар мен асыл бұйымдар бар еді. Сол сәтте бөлменің бір бұрышынан жарыққа жартылай жасырынып отырған қара мысық көрінді. Мысықтың көздері оттай жанып, қозғалыссыз оларды бақылап отырды. Геологтардың бірі оны жай көшеде жүрген мысық деп ойлап, оны қууға әрекеттенді. Бірақ мысық оның қолын тырнап, өз орнына қайтадан жайғасты. Мысықтың қылығына мән бермеген геологтар қазынаны шығарып, оны зертханаға жеткізбек болды. Олар сандықты көліктеріне тиеп, лагерге оралды. Бірақ сол түні түсініксіз жағдайлар орын ала бастады. Алғашқы құрбан сандықты көтеруге көмектескен Бекжан болды. Түн ортасында ол өз шатырынан белгісіз жағдайда жоғалып кетті. Оны тек таңертең ғана лагерден бірнеше шақырым жердегі жардың түбінен тапты. Оның беті терең тырналған, ал денесінде мысықтың тырнағының іздері анық көрініп тұрды. Бұл оқиға геологтарды шошытты, бірақ олар мұны қасқыр немесе жабайы жануарлардың ісі деп ойлады. Алайда келесі түні тағы бір геолог Әли екінші құрбан болды. Оның денесі шатыр ішінде табылды. Бетіне үрейден қатып қалған күйдегі маска орнаған, ал мойнынан терең жарақат байқалды. Бұл жолы да шатырдың ішінде қара мысықтың ізі анық көрінді. Геологтардың саны азайған сайын үрей күшейе түсті. Олар қазынаны қайтадан орнына апаруға шешім қабылдады. Бірақ сандықты қайтармақ болған кезде қара мысық лагерге тікелей шабуыл жасады. Оның көзі қып-қызыл болып, дауысы адам айтқысыз, жан түршігерлік дыбысқа айналды. Мысық әрбір қозғалған адамға тап беріп, олардың бірінен кейін бірін құлатты. Тек екі геолог қана тірі қалды. Олар сандықты қайтадан үйіндінің астына қалдырып, жертөленің есігін ауыр тастармен мықтап бекітті. Мысық оларға жақындамады. Олар қазынаны орнына қойған соң ғана, оның көздері қайтадан тыныштықпен қарай бастады. Бұл оқиғадан аман қалған геологтар ауылға оралып, бастан кешкендерін ешкімге айтпауды шешті. Алайда олардың бет жүзіндегі тыртықтар мен мазасыз көзқарастары бәрін айқындап тұратын. Ал ауыл тұрғындары болса, әлгі үйіндінің жанына енді ешкім бармайтынын айтып, қазынасы бар мысықтың қарғысы туралы жаңа аңыз қосты.